11-ші есебіміз 15, 45, 60 дәл сондай есеп сандар берілген. Осы сандардың бірі x саны 5-ке еселік сан, 9-ға еселік сан, жай сан, құрама сан. Қайсы ақиқат оқиға, кездейсоқ оқиға және мүмкін емес оқиға дейді. Бірінші, бұл сандар 5-ке еселік сан, иә? Себебі барлығы 5-ке бөлінеді. Бірінші сонда ақиқат оқиға болады. Оқиға. Екінші, 9-ға еселік сан дейді. 9-ға еселік болу үшін тізбектелген цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, ол санымыз 9-ға бөлінеді. Сонда 1 мен 5-тің қосындысы 6-ға тең, 6 9-ға бөлінбейді. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең, 9 9-ға бөлінеді. 6 мен 0-дің қосындысы 9-ға бөлінбейді. Сонда кездейсоқ оқиғалар. Себебі арасында бірі бөлінеді, бірі бөлінбейді. Сондықтан да кездейсоқ оқиға болады. Үшіншісі жай сан дейді. Бұл қатар жай сан емес. Жай сандар емес. Негізі біз оқиға бойынша жазуымыз керек еді. Мүмкін емес оқиға болады. Мүмкін емес оқиға деп жазамыз. Төртіншісі құрама сан. Я, бұның бәрі құрама сан. Ақиқат оқиға болады. Келесі 12-ші есебіміз өзара жай сандар жұбын құрастырыңдар. 65, 26, 58 сандар берілген. Ол үшін көбейткіштерге жіктеп алайық. 65 санын көбейткіштерге жіктесек, так бізде 5-ке бөлінеді. Ол бізде 13 болады. 13 және 1 болады. Келесі дәл солай 26 санын да жіктейік. 26 санын 2-ке бөлсек 13, 13, 1. Келесі 58 санын жіктейік. Так, 2-ке бөлсек 29 болады. 29-ды 29-ға бөлеміз және 1 болады. Енді осы жерде көбейткіштерге жіктеген кезде бір-біріне қайталанбаған сандар өзара жай сандар болады. Мысалы, 65 пен 26-да 13 сандар бар. Қайталанған. Бұл екеуі бір-біріне өзара жай сандар бола алмайды. Ал 26 мен 58 алатын болсақ, олда қайталанған екі сандар бар, иә. Енді қайталанбаған бізде 65 пен 58 саны. Себебі 5, 13, 2, 29, яғни қайталанбады. Сонда өзара жай сандар жұбы бізде 65 пен 65 және 58 саны болады. Біріншісінде. Екіншісінде дәл солай көбейткіштерге жіктеп жазайық. 63 санын жазамыз. 63 санын так 7-ге бөлейік. Нәтижесі бізде 9 шығады. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3, 3, 1. Келесі 141 санын алайық. 3-ке бөлсек, так 6 болатын болса бөлінеді, ол бізде 47 болады. 47-ні 47-ге бөлеміз және ол 1 болады. Келесі 110 санын да көбейткіштерге жіктейік. 2, 55, 55-ті 5-ке бөлеміз, 11, 11-ді 11 және 1 болады. Енді осы жерден қайталанбағанын іздейміз. Қайталанбаған бізде 63 пен 110-да, иә? Мүлдем қайталанбаған. Сонда өзара жай сандар. Екіншісінде 63 пен
110 саны болады екен. Соңғы үшіншісін шығарайық. 33 санын жіктейік. 33-ті жіктейміз. 3 болады, 11, 11-ді 11 және 1. Келесі 159. 159-ды 3-ке бөлсек, 53 болады, 53 және 1. Келесі 121. 121-ді 11-ге бөлсек, 11, 11 және 1. Енді осы жерден қайталанбаған 159 бен 121. Сонда өзара жай сандар 159 және 121 болады екен. Келесі 13-ші есебіміз. Велосипедші бірдей жылдамдықпен бірінші күні 65 км, екінші күні 39 км жүрді. Бірдей жылдамдықпен жүрген. Бірдей жылдамдықпен жүргендіктен 65 санына да 39 санына да бөлінетін санды тапсақ болғаны. Сол біздің жылдамдығымыз болады. Ол үшін ең үлкен ортақ бөлгіш табамыз. Бізде 65 саны мен 39 санына. Ол бізде болады 13 саны болады. Яғни жылдамдығы 13 км сағат. Енді тапсырмасы бойынша велосипедшінің жылдамдығы сағатына неше километр дейді. Сағатын табу үшін, уақыт табу үшін біз жолды жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 65-ті бөлеміз 13-ке. Бірінші күнгі, ол бізде нәтижесі тең болады 5 сағатқа тең. Ал екінші күндікін білу үшін 39 километр жүрді ғой. 39 километрді бөлеміз жылдамдыққа. Онда ол 3 сағат жүрген болады екен. Екінші тапсырмасы бойынша велосипедші 2 күнде неше сағат жүрді? Яғни бірінші күні 5 сағат жүрсе, екінші күні 3 сағат жүрген, нәтижесі 8 сағат жүрген. 2 күнде ол 8 сағат жүрген.